Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәл осындай өте дәмді тефтелилер дайындайтын боламыз. Ең әуелі пиязымызды жуып тазалап алып, ұсақтап, майдалап турап шығамыз, немесе блендермен өткізсеңіз болады. Маған осы варианты көбірек ұнайды. Артынан тартылған етімізден салып, одан соң жуып, жақсылап тазаланған күрішімізден салатын боламыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын сала отырып, жақсылап араластырып. Бұл жерде өзіңіздің қалауыңызша кез келген ұнататын дәмдеуіштерін салсаңыз болады. Және де тағы да бір тефтелидің құпиясы дәл осылай сіз тартылған етіңізді соққылау арқылы тефтелидің формасын жақсы ұстауға көмектесетін боласыз. Міндетті түрде дәл осылай жасаңыз. Артынан қолыңыздың көмегімен шарик тәрізді қылып жасап шығамыз. Өте оңай, өте тез жасалатын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Қасынан қалауыңызша кез келген гарнир түрін ұсынсаңыз болады. Немесе сорпа қылып жасасаңыз болады. Қанша не керектігі жөнінде барлығын төменге описание бөліміне жаза кететін боламын. Араңызда каналыма тіркелмеген жандар болатын болса, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын баса кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше.